Allahu akbar, Allahu akbar. Енді өлім сәтіне келеді қазір. Енді өлім сәтіндегі жағдайымызға келеді. Және бұл жерде сол Алла Тағаланы мойындамаған адамның өлім сәті туралы айтылуда. Алла Тағаланы мойындамайтын адамның өлім сәті туралы айтылуда. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға қарсы шыққан. Мысалы, сол Абу Жахл, сол кездегі тұлғалардың бірі, пайғамбарымызға қарсы шыққан, Құранға қарсы шыққан. Сол Абу Жахлге қиямет сағаты туралы айтылған кезде ол айтты: "Ясалу айяна яумул қияма" деп. Өзінше бір Алла Тағала буындарын әлі істетіп тұр. Ғұмыр әлі таусылған жоқ. Ғұмыр таусылмай ала алмайды. Сол Алла Тағала алмағандықтан он сол сәтте бірден ол ойлайды, менікі дұрыс деп. Үйреніп қалған сөзін өткізіп қараңыздар. Содан пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға келіп, қашан ол сенің қияметің деген көріністер жасайды андай. Қашан? Істеші сал. Қайда? Ей пайғамбар, сондай адамның өлім сәті туралы айтайын саған дейді. Қазір сен оған былай деп айта сал: "Құл таматтағу", рахаттана беріңдер. "Фабуду маши'тум" деп айтып қойған оларға. Құлшылық, қалаған нәрселеріңе құлшылық жасай беріңдер. "И'малу маши'тум", қалаған нәрсеңді істей бер деп айта сал дейді әзірше. Бірақ енді өлім сәтін айтайын дейді оның қалай болатындығын. Калла, әсте оның жаңағы жағдайы, оның сөйлеп жатқан сөздері, оның бәрі жоққа шығарып отыр Алла Тағала. Жетер. Иза балағати тарақия. Өлім періштесі жанды суырып жатқан кезде дейді. Сөйтіп жанна тарақи деп мына екі сүйекті айтады. Бұғана. Бұл да жай сүйек емес. Негізі бұны да қазір жаңағы медицинада зерттеп, бала анасының жатырында жаратылып жатқан кезінде сүйектердің ішіндегі ең бірінші болып бітетін өзі осы сүйек екен, қалыптасып бітетіні. Басқалар бұдан кейін толық жетіліп бітеді. Басқалар әлі жасалып келатқан. Мына бұғана сүйек. Сондай-ақ мына жаңа қадірлі дедік қой мына жақты. Сол басты. Сол баспен мына денеңді байланыстырып тұрған осы сүйек. Бұғана. Жанды суырып осы бұғанаға жеткен кезде дейді жан. Өлім періштесі суырып жатқан жандар бұғаналарға жеткен кезде өлім сәті. Сөйтіп адамның жағдайы өте қиын. Бүкіл тәкаппарлықтар, қараңыздар, түгел тәкаппарлық сынды ана жерде. Жоқ. Адам өзінің мүлк екендігіне көзі жетті да. Алланың мүлкі екені уақытша жіберілген ана жердің бетіне. Алла Тағаланың мүлкі заты. Өйткені таңдау еркі сол сәтке дейін ғана берілген. Адамның таңдау еркімен алданып бітті адам. Өлім сәті келген кезде таңдау еркі істемейді, таңдай алмайсың өлмеуге. Жан бұғаналарға жетті. Айналасында туысқандар жиналды. Қиналып жатқан жанашыр адамдар жиналды. Неше түрлі байланыстар келді, связдар. Сол кезде адамдар тарапынан мынандай бір сөз айтылады дейді. Уақила мәнроқ. Бар ма дем салушы? Бар ма дем салушы мына кісіге? Дем салып ауруынан айықтырып алатын адам бар ма? Ешкім ештеңе істей алмайды. Ешкім еш нәрсе істей алмайды. Аллах Тағаланың пәрмені жұмыс істеп жатыр. Аллах Тағаланың пәрмені жұмыс істеп жатыр. Бітті адамға берілген мерзім. Бітті. Сөйтіп жан сол жерге келген кезде, айналасындағы адамдар дем салушы бар ма деген кезде, ол нақты көзі жетеді дейді, өлейін деп жатқан адам. Қандай нәрсеге көзі жетеді? Уазанна аннахул фироқ. Нақты көзі жетті дейді оның жан мына жерге келген кезде, жанның тәннен ажырап баратқандығына. Бітті. Өзінің дүниеден ажырап баратқандығына, өзінің креслодан ажырап баратқандығына, өзінің мансаптан ажырап баратқандығына,
кешегі билік жоқ, бітті, енді басқа біреу отырады. Қорадағы малың оныкі емес, басқа біреулер алады. Көлігің біреу тебеді, онда болды. Оғыл көлікке бәрібір еді, сен тебесің ба, басқа біреу тебе ба? Қараңыз, түгел нәрседен ажырап атқандығына. Соңғы сәт көзі жетеді дейді оның, нақты жанының тәнінен ажырап бара жатқандығына. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, иннал мәйита тахтурухул мәлаика дейді. Адам өлейін деп жатқан сәтінде қасына өлім періштелері келеді. Бұл өлім періштелері өлім періштесінің көмекшілері, малакул маут. Сол періштелер келіп, изакана ражулу солихан, егер де адам салиқалы болса дейді. Қандай қуанышты нәрсе айтады да қазір. Егер де адам салиқалы болса дейді, сол періштелер айтады дейді. Қолу айтады, ухруджи, шыға ғой, қараңыздар, шыға ғой, айятуха нафсу тойиба, ей жақсы жан шыға қойш. Қараңыздар, ей жақсы жан шыға қойш. Кәнәт фил жасади тойиб, сен сондай бір жақсы тәннің ішіндейдің ғой. Қараңыз, ухруджи, шыға ғой хамидатан, абыройға бөленген түрде. Ва абшири би рухин ва райханин, Алла Тағаланың рахымына, тағы да басқа шексіз жақсылықтарына қарай сүйіншіленіп шыға бер. Ва рабби ғойры ғотбан, Раббың саған риза, ашулы емес дейді. Қараңыз, фәлә язалуна ан яқулу залика, осыны олар айта береді, хатта тахрудж, сөйтіп шығады дейді жан. Сумма юғражу биха иля сама, сөйтіп жаңа періштелер көкке қарай алып кетеді дейді оны. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның миғраж оқиғасын көреді енді ол. Қалай болды? Құрметті мүминдер, Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін. Содан көкке көтеріліп баратқан кезде, көктің бірінші қабатына келген кезде есік қағады екен. Тәртіп бәрі. Мән, фулан, бұл пәленше ғой. Мархабан, қараңыздар сөздер, қош келдің. Айятухан нафсу тойиба, ей жақсы жан. Қош келдің. Кунти фил жасади тойиб, сондай бір жақсы тәнде едің сен. Абшири, сүйіншілене бер, бүкіл жақсылықтармен. Раббың саған сондай риза. Сөйтіп есік ашылады, сөйтіп 7 қабат аспанға көтеріледі ол. Әрбір қабатта солай қарсы алады. Сөйтіп Алла Тағаланың разылығын, сол жердегі періштелерден жар салушы Алла Тағаланың үкімін жариялаушы бір періште жариялайды оған. Алла Тағаланың разылығын. Ал енді жаңаға екінші жан туралы айтпай қойын, оған жүрегім ете алмай отыр. Жалпы осының керісіншесі болады. Жақсылықты айтайық, иншалла. Содан жаңаға қуанышты нәрсе Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Иннама насаматул муъмин. Сөзсіз дейді, мұъминнің жаны дейді. Сөзсіз мұъминнің жаны тоирун. Қараңыздар. Не бір құстың ішінде, не өзі сондай бір ұшып жүретін жан болады. Яғлақу фи шажарил жанна. Жәннаттың ағашымен ризықтанады дейді. Қараңыздар. Хатта яржиға иля жасадихи яума юбас. Қайта тірілетін күні денесіне қарай қайтып қосылатын күнге дейін дейді. Ол жәннаттың ризығынан ризықтанады дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям.